Алтын доп футболшыларға не үшін беріледі және де қай жылдан бастап беріле бастады? Қандай өзгерістер енгізілді? Бүгінгі тақырып осы жайлы. Сәлем, ендеше көреміз. Алтын доп France Football мен FIFA жыл футболшысы марапаттары 2010 жылға дейін екі бөлек сый ретінде қаралып келді. Алғашқысы 1956 жылдан бері беріле бастаса, кейінгісі 1991 жылдан бастау алды. Алтын доп France Football Еуропа алаңдарында доп тебетін ойыншылар иеленетін еді. Ал жеңімпаздар спорт тілшілері арасында дауыс беру арқылы анықталып келді. Негізінен бұл марапатты ұйымдастырушысы француздың France Football басылымы. Бұл жобаны қолға алған аталған басылымның бас редакторы Габриэль Ано болатын. Ал алғашында қарамағындағы тілшілердің дауыс беру нәтижесінде үздік футболшыны анықтады. Кейіннен басылымның жыл сайын анықтап тұратыны дәстүрге айналдыра бастады. Еуропадан шыққан үздік футболшыларға беріліп келген жүлденің ережесіне 1995 жылы аздап өзгертулер енгізілді. Нәтижесінде Еуропа чемпионаттарында өнер көрсететін өзге құрлықтың да танымал футболшылары бұл марапатқа иеленуге мүмкіндік алды. Бір қызығы, оған дейін ережеге сәйкес 20 ғасырдың даңқты футболшылары Пеле мен Марадонаға да бұл сый бұйырмаған. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. 2007 жылы Алтын доп France Football мәртебелі сыйлығының ережелері тағы да өзгертулер енгізілді. Жаңа ережеге сәйкес енді бұл марапатты әлемнің кез келген үздік ойыншысы құрлық чемпионаттарына бөлінбей иеленуіне жол ашылды. FIFA жыл футболшысы марапаттарының France Football басылымы ұйымдастырған жүлде секілді ғұмыры ұзақ болған жоқ. 1991 жылдан бастап жекелей ойыншыға беріле бастаған жүлде иегері ұлттық құрамалардың бас бапкері мен команда капитандарының дауыс беру нәтижесінде анықталып келді. Халықаралық футбол қауымдастықтары оған дейін ең көп ұпай жинаған ойыншыға гауһар доп сыйлады. 2001 жылдан бастап бұл сыйлық әйелдер арасында да үздік өнер көрсеткен ойыншыға беріле бастады. Бірақ 2010 жылы FIFA жыл футболшысы мен Алтын доп France Football мәртебелі сыйлықтары бірігіп тынды. Неге? Себебі 2005 жылдан бастап қос жүлдені де бір ойыншылар қатар иелену дәстүрге айналып бара жатқанды. Нәтижесінде FIFA басшылығы ақылдаса келе екі жүлдені біріктіріп FIFA Алтын доп деген атау берді. Жеңімпаз қалай анықталды? Алтын доп иегері ұлттық құрамалардың бас бапкерлері мен команда капитаны және FIFA қауымдастығына мүше бір тілшінің дауыс беруі арқылы анықталады. Ал оған дейін FIFA арнайы комиссияның мүшелері жүлдеден үміткер 23 ойыншының есімін жариялайтын болады. Кейіннен үміткерлер қатары 3-ге дейін қысқарады. Футбол мамандары тарапынан берілген дауыс беруде бірінші белгіленген ойыншы 5 ұпай, екінші есім аталған ойыншы 3 ұпай, үшінші орыннан көрінетін ойыншы 1 ұпай еншілейді. Негізінен ұлттық құрама бапкерлері мен капитандарының дауыс беруі спорт тілшілерінің дауыс беруімен сәйкес келе бермейді. Мәселен, 2010 жылы біріккен қос жүлденің алғашқы жеңімпазы болып Лионель Месси атанды. Ал спорт тілшілерінің дауыс беруі бойынша есептелсе, сол жылы бұл марапатты Интер ойыншысы Уэсли Снейдер иеленген болар еді. 2013 жылы да тілшілер дауыс беруінің қорытындысы бойынша Франк Рибери ең көп дауыс жинаған. Бірақ барлығы да қоса есептелгенде алтын доп иелене алмаған. Сіздерді Найман каналының Instagram парақшасына және де ВКонтакте желісіндегі группасына тіркелуге шақырамыз. Тіркеліңіздер. Қызықтың бәрі осында.